жас қыздарды алады. Сол себепті де мен осы құбылыс ретінде бұған жаным мен тәніммен қарсымын. Бірақ мен қарсы болды екен деп, сіз қарсы болды екен деп, заңда тыйым бар екен деп тоқтап жатқан адам жоқ. Сондықтан бұны заңдастыру керек деп есептеймін өз басым. Сіз тоқалдықты заңдастыру қажет деп есептейсіз? Заңмен реттеу қажет. Қалай? Енді оны әуелі қоғамның талқысына салу керек. Ар жағында заңгерлер біздер оның жаңа механизмін, жүйесін шығарамыз ғой, келтіреміз ғой. Яғни сіздің айтпағыңыз заң бойынша екінші әйел алуға рұқсат ету керек. Дұрыс түсіндім бе? Дұрыс түсіндіңіз. Я болмаса, енді қараңызшы, заңда құқықтық нигилизм деген нәрсе бар. Правовой нигилизм деген нәрсе ол заңның қолжаулыққа айналуы дегенді білдіреді. Енді бізде заңда осы тыйымды ешбір адам Қазақстанда сақтап жатқан жоқ. Енді заңның осы тыйым нормасы қолжаулық болмаған несі қалды? Әйел құқығын шынайы қорғайтын болсақ, тоқалдың ешқандай құқықтық тұрғыда қорғалмаған. Иә. Не алимент ала алмайды баласына? Алимент ала алмайды. Дүние алып бер, баламды асырайтын жағдай жасап бер деп заң түрінде ол талап ете алмайды. Оның бәрін енді не болса болмасын деп қашанғы біз көзімізді жұмып отыруымыз керек осыған. Сондықтан да ең болмағанда осы себеппен де бұл заңдастыруды қажет етеді. Неше әйел алуға дейін тек қана рұқсат етумен ғана шешілмейді ғой бұл. Ол жерде сонымен қатар оның жаңағыдай құқықтық міндеттері де қатар жүреді ғой. Түсінесіз бе? Бұл жерде мен жаңағыдай тоқал алуды қолдаушылардың қатарына қоспауды сұраймын. Бірақ заңмен реттеу қажет деген мен заңгер ретінде пікірімді әдейі енгізіп отырмын бұл жерде.